2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстанның қарызы 22 триллион теңгеге жетті. Бұл туралы сенатор Нұрлан Бекенов мәлімдеді. Депутат премьер-министрдің атына жолдаған депутаттық сауалында ол мұндай қарыздарды пайдалануда тиімділік деңгейі төмен екенін атап өтті. Қаржы министрлігінің ақпаратына сәйкес 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша мемлекеттік қарыз 22 триллион теңгеге немесе жалпы ішкі өнімнің 27,4%-на жетті. Үкіметтің сыртқы борышы, мемлекет пен квази-мемлекеттік сектордың кепілдік берген сыртқы борышы 37 миллиард ақш долларын құрады. Бұл ұлттық қор активтерінің 67%-ын құрайды және шекті мәнге жақындап келеді. Ұлттық қорды қарыздарды өтеу бойынша кепілдендірілген резерв ретінде ғана қарастыруға болмайды деп ойлаймын, дейді Нұрлан Бекенов. Сенатор қазіргі таңда жалпы сомасы 12,2 миллиард долларды құрайтын 52 мемлекеттік сыртқы қарыз бар екенін атап өтті. Бұл ретте бар болғаны оның 80%-ы игеріліп отыр. Депутат еліміздің сыртқы қарызының артуына ықпал ететін негізгі факторлардың қатарында тиімсіз пайдалану, қарыз ақшаға сұраныстың жоқтығы, несиенің бір бөлігін жою, сондай-ақ квази-мемлекеттік компаниялардың ақшаны өндірістік емес мақсатқа тартуын атап өтті. Қазмұнайгаз акционерлік қоғамы еншілес ұйымының өз қаржысы бола тұра 2017 жылы акционерлерге дивиденд түрінде беру мақсатында 300 миллион ақш доллары сомасын 3 жыл мерзімге қарызға алды. Яғни, бұл қарыз дивидендтер төлеу үшін алынды. Бұл халықаралық қарыздарды жөнсіз жоспарлау мен пайдаланудың жекелеген мысалдары ғана деп атап өтті депутат. Сенатор ағымдағы жағдайды жақсарту үшін сыртқы мемлекеттік қарыздардың тиімділігі мәселелері бойынша сенаторлардың мемлекеттік органдар мен квази-мемлекеттік сектор өкілдерімен кездесуі барысында әзірленген бірқатар жүйелі шараларды атап өтті. Олардың ішінде сатып алу үдерісіне және келісім шартты басқаруға тұрақты мониторингті жүзеге асыру, одан әрі өзектілігін жою үшін әзірленіп жатқан жобалардың сапасын арттыру шаралары бар. Ол үшін сенатор қаржыландырудың ағымдағы бағыттарын жіті талдау, жобалық сметалық құжаттаманың құнын нақты реттеу және экономиканың барлық салаларындағы шығындардың басымдықтарын белгілеу арқылы сыртқы қарыздарды тартуды маңызды деп санайды. Еліміздегі маңызды жаңалықтарды жіберіп алмас үшін біздің каналға жазылып, лайк басып қолдай отырыңыздар.